Жұмыр жердің бір түкпіріндегі алақандай ауыл төңкерісте өмір кешкен әсемгүлдей арманшыл әйелді осы тақылеттес ешбір ауылдан, тіпті сол әлем атын алған жалпақ жаһаннан да іздеп таба алмассың. Арман шіркін таусылған ба, арман шіркін қамшы салдырған ба? Бірақ әсемгүлдің арманы ешбір екі аяқтылардың арманына ұқсамайтын да. Сол екі аяқты адам атын алғандар әсемгүлдей арман иесіне қос жанарын тік қадап қарай алмай, беттері алаулап, әркез теріс айналар еді. Бірақ әсемгүл сол ұяттан өртенген жандарды көріп тұрып арманының күрс тамырына ешқашан да балта шапқан емес. Қайта сол ұятқа шабылар балтаны қайрап, жанып, кейін тықсырып қоя берген. Әсемгүл арманына жетер күн алақандай төңкеріс ауылындағы өзін қоршаған адамдардың алапат қуанышы мен сүйіншін, жүрек құжаттарды құтты болсыннан күтіп еді. Осы кезге дейін өзінің бұл дүниеде ештеңеге тең келмес арманын аяқ асты еткісі келгендер бәрінде ұмытып, ақ пейілін алдына салып, аңқылдап келіп, арқа-жарқа болар деп күтіп еді. Сөйтсе, арман шіркіннің соңынан мұң деген қосарбасы көлеңкедей ербеңдеп қалмайды екен ғой. Адамзаттың екі аяқтының бәрі бірдей емес. Оның да жақсысы бар, жаманы бар. Біреулер жарық жалғанға шыр етіп келгенде қанымен қалап тауар жақсылықты, сол қанда бар жақсылықтан жарым жолда айырылып қалатындар да аз емес. Оған кінәлі де адамның өзі. Күн мен түнді бірге қарсы алып, бірге шығарып салатын осылар. Ал арғы бергі атасынан бергі қанына жамандығы мен залалдығы бар адамдар бертін келет жамандық атаулының тамырына балта шауып, тек жақсылықтармен ғана жарқын жүреді. Жер мен жүзге бөлінгендерге жирене қарайды. Бұл да адамның өз басы себепшісі. Күн мен түнді бірге өткізген ортасы себепші. Осы арада ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген мәтелдің де мәнін жоғалтып түкке аспай қалғаны бар. Сонымен бәріне себепші адам, адамның бір өзі екен. Әсемгүл бұл қалғанда жер ортасына жетіп қалған жасына шейін мың ойланды, мың толғанды. Тіпті адамның ішкі сырын саралауға келгенде адамтану ғылыммен айналысып жүрмін дегендер де жолда қалар еді. Әсемгүл өзінің әсем өңіне, әсемдікті сыйғызған жүрегіне бәрінде сыйғыза білді. Ол сырт көзге әсем, жайдары көрінгенмен, жүректегі мұңына, арманға толы мұңының теңдесіне ешкімді де, ешбір екі аяқты адамды да бойлаттырмас еді. Адамдардың екідай болып, Райымбек даусы шыққанда, ағысы кілт тиіліп, екіге бөлінген, іленің суындай екіге бөлінерін ол өмір бойында іштей сезіп келді. Бірақ дәл бүгінгі күнге әкеп тіремеп еді. Сезгенде, осыған дейін басынан асыра айтылған күбір сыбырдың бәрі де кешірілді. Кейінге қалған сөз деп қайрылмады. Дәл бүгін 4 ондықты артына тастап келіп, осы дуанға әрең жеткенде осылай болар деп тіпті үш ұйықтаса түсіне кірген емес. Өксігенге булығып, төргі бөлмедегі үкі тағылған ақ шымылдыққа қарады да, одан бетер өксіді. Бос қалған шымылдыққа қарап тұрып, дәл бір ұзатылар қыздай ұзақ сыңсыды да, әлгінде далаға қарай тұра қашқан ұлын іздеді. Есік алдына шығып еді, әудем жерден ағатын арық жағасында қараңдап 2-3 жігіт тұр. Әлгінде оларға да ескерткенді. Сағатқа абай болыңдар, ешқайда жібермеңдер, деп. Қасында 2 жолдасы өзі не деп отыр екен. Үйге қайта кірді. Киім ілгішке әспеттеп іліп қойған ұлының әскер киіміне бір көз тастады да, ақ шымылдыққа қолы дірілдей ашып, ішіне көз жүгіртті. Жоқ, ешкімде жоқ. Құлазып бос тұр. Әлгінде ғана еді. Сүметілген ақ орамалы бетін бүркеп, ұяңдықпен ұялып төмен қараған келіншектің 2 жанына осы үйдің маңындағы қызғырқын, сағаттың кластас қыздары келіп отырып, апыр-топыр арқа-жарқа болып жатқаны.
Жақсылықтың отын тұтату қандай қиын болса, су сепкендей етіп өшіру де сондай оңай екен. Қас пен көздің арасында, сонау арық жағасында жүрген Сағаттың әскерлес жолдасынан басқаның бәрі біреу келіп ат қосып қуғандай тым-тырақай жоқ болып кетті. Жұртта қалған ауылдай деген осындай-ақ болар. Әсемгүлдің әдемілігіне таңырқап, сұлулығына тамсана сөз етіп, кейде бетін шымшып, кейде басқа салғанның айыбы жоқ, бәрі де жазмыштың ісі деп, адам демес тағдырды кінәлайтын ауылдастары қайда безіп кеттіңдер? Осындай өшуге айналған ошақты көрік болып үлгермейсіңдер ме? Суыған жүрекке демеу болып, жылу дарытпайсыңдар ма? Тәңірі Әсемгүлдің маңдайына сұлулықты да бір адамның маңдайына жазғандай-ақ бат етіп тұрып жазыпты. Мұны айтқанда дұрысқа бұрыс, түзуге қисық, ілік іздеп жанталасар, адамзат ләм-лим деп ауыз аша алмас еді. Тіпті Әсемгүлді сұлу демегендер шошаңдаған қызыл тілді еріксіз тілгізетін сәттерде түк деместен теріс айналып кететін. Ал осы сыры сұлуы атанып шалбар кигенді таңырқатып, салып етектің ерін бір сылп еткізер Әсемгүл сұлулықта жол болған жан емес. Әлде сұлу біткеннің бәрі де о заман мен бұ заманда тағдыр жіңішке жолға салып, талқанын тауысып, тірліктерін тапшы етіп қойған бекен. О заманнан қыз жібек пен баян сұлу, бұ заманнан төңкерістің Әсемгүлі, осындай тағдырдың тарғып тіккен тақиясын киген жандар. Жібек пен баянды жырдан оқып, жылап өссек, Әсемгүлдің тағдырына бұ заманда жылағандардан гөрі күлгендер көп. Әке-шешеден ерте айырылып, интернатта оқып жүріп, 9-ды бітірер-бітірместе жүкті болып қалғанда, сырттай иелік етіп, көз қырын салып қоятын әкесінің немере ағасы талақ етті. Көрмеймін деген бір ауыз сөзді айтты, көрмей кетті. Жүктеткен жігітте томпиып іші шыға бастағандақ, маңайласуды қойып, бір түнде зым-зия жоқ болды. 9 ай 9 күнде Әсемгүл босанды. Бірақ ешкімге, тіпті құдайдай көрер класстас жетекшісіне де 32 тістен сөз шығарып баланың әкесінің атын айтпады. Сол тұла бойы тұңғышы комбайншыға көмекші болып жүргенде сабан астында ұйықтап қалып, ажалы темірден болды. Дөңгелегі маңғаз айналған комбайн өмірге абайсыз келіп, қамыққанда әкесін іздеп, ой кеше бастаған баланы айдың күннің аманында белінен бір-ақ басты. Кейбіреулер тілі қышығанда күбірлеп қойып, көз түрткі болып жүрген бір ұл бір күнде осылай бұл дүниемен қоштасып жүре берді. Әсемгүл әйел болып, еркек емденіп, неке қиғызбады. Әйел өлгендер, кейбір қылмыс жасап, сымқорада отырып келгендер жолықты. Бәрінен де тайсақтап болмайтынын айтты. Бірақ көңілі іштей перзенті болуды армандады. Қалқоздың қара жұмысына қолы шынықты. Қаздай тізілген қатар үйлерден үй берді. Әйел көңілі енді өзіне серік перзент іздеп шар құрды. Күндердің күнінде дегені болып, дүниеге қыз келді. Кімнен екенін тағы ешкім білмеді. Тіпті кетпенді бізге шауып, шошала күркеде терлеп тепшіп бірге шай ішер, көзі құралпы 2-3 әйелге де білдірмеді. Әйтеуір күлге аунап тапқаным жоқ қой, иесі бар ғой, деп мұңайып салы суға кетті. Сонда біреудің етегінен ұстамайсың ба? Көркің болса кімнен кем? Әкесіз бала жасқаншақ деп еді, үндемей отырып. Қыздар, менде бір қызуы басылған самауырында бір. Сол самауырының суын ішкенмен шай ішкендей бола қояр адам бар мекен? Әкеде өзім, шешеде өзім дегеннен басқа ештеңе демеді. Өзінің етегі желбеңдеген жебегей еместігін жеткізе түссем деп еді, көп сөйлегісі келмей осылай қысқа қайырды. Бірақ төңкеріс жұрты Әсемгүлдің әсемдігіне құмарлар шырынға үймелеген арадай көп болғанмен, кетпен шапқанда қара жердің көбесін сөгіп жіберер әйелдің араның ащы тұмсығына іліге кетер оп-оңай шырын еместігін, оның көрінген түріне алмас
тереңі шыңыраудай екенін сезетін. Осылай біреудің сөзін жүре тыңдап, біреудің сөзіне әжептәуір елеңдеп, енді біреудің сөзіне патша көңілін тоқсанап, дөңгелек дүние қызылды жасылды құлпырып кеткен шақтарда ұлды болуды армандап еді. Менің өмірім осы аққан судай жастығыммен сарылар деймісің. Менің де тісім түсіп кәрі болармын. Сонда басымды сүйретіп біреу керек. Қыздың жолы жіңішке, қыз қосағымен, аттаған ошағымен бақытты. Есі болып, еркек болып өссе, басымды сүйеп, барымды арттырар ұл керек деп, оңашада қиялы шар құрды. Ұзамай ұлда келді дүниеге. Кімнен екенін ел білмеді. Жарық жалғанда қызыл бидайдай жарылмай келген өзі мен бір сәттігіне масаттанған бір еркек қана білді. Әйтеуір төңкеріс төңірегі сан саққа жүгіріп отырып, шарананың әкесін іздеп таба алмады. Қоғамға адам керек, қару ұстап қорғар болған ұл керек заманда біз де оны іздеп көру майын тауыспадық. Қадірлі оқырман, сонда біреулер мұның атын ырым қылып Олжабай неге қоймайды деді. Білге кетпен шауып, шошала күректе бірге шәй ішіп жүрген келіншектер Әсемкүл перзентханада жатқанда жолынан жаңылмай жылы жұмсағын апарып, құтты болсын айтып келіп жатты. Әсемкүл қалжа жемесе де дегеніне жеткендей болды. Әкесінің аты аталмай өмірге келген ұлы өзін қайта жасартып жібергендей. Тіпті бір жасқа жетер жетпестен балалар бақшасына беріп, белін буынып жұмысқа шығып та кетті. Аспандағы кісінің де көңіл күйі алма кезек. Бір адамның басына бір ауық шаттық шамын жақса, ұзатпай мұның бұлтын үйреді. Ал әлемдегі ең арманшыл әйел Әсемгүл күткен шаттығым келдің бе деп күтуден талмаған гүлбаршындай бет орамалы босап қоя бергенде ұзамай қайғы мен мұң қайта бас салды. Болгарлық соқыр көріпкел Ванганың айтуынша адамның тағдырына туғанда не жазылса, сол жазу өлгенше 42 әріптей біртіндеп алдыңнан шыға береді екен. Мұны қазақта бұрсақ першенеңе не жазылса, соны көресің дейді. Домбыраның бір пернесіндей өзіне серік болып өсіп келе жатқан қызы бір кездері өзіме жыныс серік керек екен деп тілеген арманы Пернегүл аяқ астынан соқыршек болып пышаққа түсті де, әуелі бәрі де сәтімен басталып, ұзамай қыз көз жұмды. Тәулігіне жетпей су ішіп қойып, соқыршектің көзі ашылып кетіпті-мыс деді бүгінгі медицина өкілдері. Әсемгүлдің әсем жүзін жас жуды. Бірақ езіліп егілмеді. Бұл да пешенеме жазылған шығар, мұны да көрейін деп бойын бекемдікке қарай бұрды. Мұрны қоңқайып, еркек пішіннен бейнелеп келе жатқан сағатына арқа сүйеді. Жұрт сонда айтты. Соңғысының атын сағат қоймай, жолда жаралғанын айшықтар ырыммен Жолдыбай ма, Олжабай ма қойғанда сауап болар ма еді? Құдай қалағанда өмір берсін деп аяп тұрып табалады. Адамнан аяушылық пен таба артылған ба? Әсемгүл бәріне шыдады. Тық-тық еткен сағат үніне лесіп, еркек пішінін бейнелеп келе жатқан ұябасар ұлының жүзіне үңіліп отырып, енді осынымның өмірін ұзарта көр деп күбірлейтін болды. Әсемгүл сол аз күн ауырып, көңіліне көп күндік күйік салған Пернегүлін мына құрулы үкілі шымылдыққа қарап тұрып тағы да еске алды. Бірақ егілмеді. Егер тірі болғанда ол да біреудің шағырағына шымылдық кіргізіп, сол шымылдықтың қуанышы, гүлі, абырой болып отырар ма еді? Құрулы шымылдық Әсемгүлдің көңілінде көп ойлардың тамызығын тұтатты. Өзінің үкілі шымылдықта отыра алмай, 3 перзентті өз есігіне өмірге әкелгені де дәл осы жолы бетін тырнап, жүрегін осып өтті. Сонда да құрулы шымылдықтың құрулы күйінде қалғанын тіледі. Кім білсін, келіннің әкесі райынан қайтар. Кім білсін. Әсемгүл тысқа шығып, әудем жерде ағып жатқан арық жаққа көз жанарын бұрды. Қараңдап екі жігіт жүр.
солдатта бірге болған екі досы сағатымды жұбатып жүрау, жұмыстарын тастап, той деп ит өлген жерден келгенде не деп қайта үйіне, не айтып барар екен ата-аналарына. Үйге қайта кіріп, сағат әскерден ұстап келген қара қобдишаның қасына барды. Сипалап ұстап тұрып, ашып көргісі келді. Осындай ғой, Гүлсім екеуінің жазысқан бар хаты да осында. Осында болмай қайда кейсің? 1 жыл болды. Аманқарағайдың Гүлсім атты қызына үйленемін деп айтқанына. Әскерден 15 күн бұрын демалысқа келгенде де 15 күнін түгелге жуық сол қызбен өткізді. Ол мұнда келді. Сағат та сол ауылға барып, екеуі бір-біріне қонақ болды. Осығаттың бәрін қолына ұстатып, біреуді Гүлсімнің әке-шешесіне аттандырмасам бекен. Кімді? Кім барар екен менің әкесіз ұлымның жоғын жоқтап? Қандастың керегі осындайда екен-ау. Жарты ғасырға жуық топырағын басып, суын ішкен төңкерісте ауылдас құрып қалып па? Менің мұңымды мұңдап, бос қалған шымылдығымды қайта желкелдетуге мұңдас неге шықпайды? Түтіні түзу ауылдан кісілікті ерттеп мінген екі жан неге табылмай қалды? Тағы да далаға шығып, арқа қарай аяңдады. Қызын алып кеткен әкесінің не айтқанын құлағы әлі естіген де жоқ еді. Бірақ тық-тық еткен сағат тіліндей жүрегінің әр дүрсілін тыңдап өткен ұлына тағдыр кінәсін айтпаса да сезеді. Өзінің адамдар алдындағы өмір бойы күнәсін танып білмеген біреу келіп дәл бүгін бетіне басқандай. Осының бәрі жер ортасы жасқа жеткенде алдымнан шыққаныма деп ойлап, арқа қарай аяңдап келе жатыр Әсемгүл. Мен кінәлі болып өмірге ұл әкелсем, қару ұстап отанын қорғап келген оның кінәсіне, тал бойында бір міні бар мекен алтынымның. 2 жыл қанды қырғын ауғанда соғысты. Тірі оралды. Арманын алдына сап келген 20 жасында тосын тартқан кермектәм оның дамына мен сияқты өмірден алар сыйым екен. Сағатымның сүйгеніне қосыла алмауына да кедергі менің күнәм бе? Бірақ мен анамын ғой, қайтсем де адам жаратқан анамын ғой. Аяғын шешпестен тойхана үйге апыр-топыр басып кірген жалпақ жауырын сары кісі шымылдықты түріп тастап, «Қызым, тұр орныңнан, кеттік», деді. Ақ орамалы яң жүзін жапқан Гүлсімін қатпады. «Тыңдағың келмей ме? Онда», деді де үріп ауызға салғандай қызды орнынан жылқы көтеріп алып шығып, мәшиненің кабинкесіне отырғызды. «Құдау, мұныңыз не? Тілдесейік те?» деп Әсеммен бірге күркеде отырған су ішкен сырлас әйел есікке жабысқанда, «Менің де ел жұртым бар. Құдан кім десе, кімді көрсетейін? Өзімді ме?» Есікті тарс жапты. Қауы шайқалған газ 51 зыңдап жүріп кетті. Әсемгүлдей ананың арманын кабинкеге салып алып кетті. Әсемгүл әлі сөзді есткен жоқ. Естімесе де ет жүрегі құрғыр сезеді. Түйенің өркешіндей томпиған арғы жағасына шыққанда байқады. 2 әскерлес жолдасы екі жағына шоқшиып, қолын сербеп әлденелерді айтып отыр. Жаны мен тәнінен жаралған жүрегінің тық-тық дүрсілі сағаты шалқасынан түсіп, еңкілдеп, егіліп жылап отыр. Әсемгүл селк тұрып қалды да, түйе өркеш төбеден жүгіре төмен түсті. «Көрмей-ақ қояйын», деді ана жүрегі ақылға салып. «Таба менен артылып, сағатымды тапқаныма, көрмей-ақ қояйын жылағанын. Ұлың батыл, ұлың отан алдындағы борышына адал» деп 2 жыл бойына үзбей келіп жатқан әскери хаттар да көңілін қатайтып, көз алдына тарыла берді. Жыласын, бүгін ол жыламай кім жылайды? Тек көз жасын бұлқығанын қасындағы 2 жолдасынан басқа ешкім көрмей-ақ қойсын. Мен де жігіттің жылағанын көріп, куә болмай-ақ қояйын. Түйе өркеш төпешіктен түсіп келе жатып, таңдайына ащыдан білінді. Өмірі аузына салмаған ащы темекіні бұрқырата сорып, көкірек ашытқан көк түтіннің астында аңтарыла жалғыз қалғысы келді.
Сағатына өмірге келуге өткел салған сол бір еркек кіндіктің бейнесі емс-еміс қараңдап, бір сәт соны іздеп шыққысы келіп, көзін бір ноқатқа қаратты. Кенет ұлының өксігеніне шыр-шыр еткен тағы да бір үн қосылды. Бұл шымылдыққа бір түндей алмай кеткен Гүлсімнің құлыншақ даусы еді. Қызын сыйламай, қызының жан даусына жүрегі еділмей отыра алмас кім болса да. Тәуліктің таңы атар, ашу басылар, менің өмір шіркіннің өзі кешірген күнәмді Құдам да кешірер, арманда болып ортақ мұңымды сейілтер. Үйге қарай тез басты. Кешеден бері құрулы шымылдықтың ішінде Гүлсімді әкесі әкеп қайта отырғызып кеткендей тез адымдады. Сонау замандардан бері адамдары ғой бір-біріне сүйеу болып келе жатқан. Ол ауылдан да есті біреу шығып, ұғындырар, балалардың жібек жібін үзбе деп. Гүлсім ессіз бала емес, адамбыз ғой бәрімізде, ұғысармыз, тілдесерміз. Әсемгүл қатты жүрді. Газ 51-дің жуан дөңгелегінің кедір бұрдыры мол шұп-шұқыр ізі осы шаңырақтың шырқын алып кеткен жаманат белгідей былшиып жатыр. Осы былшиған ізді белінен бір басып өткен Әсемгүл үйге кіріп, 4 бөлменің де шамын түгел жақты. Бұл сірә жарық шіркін мұңымды жеңілдетсін деген болар. Үкілі шымылдықты ашып, дәл Гүлсім отырған төрге қарады. Құлазы бос қалған шымылдықтың ішіне екеуіне жастандырам деп жүрген ақжастықты жастады да, есік алдында шамның шырт етіп жарығын жақты. Самаладай жарық сәл де болса мұңын сейілткендей жүрек түсі жеңілдеп сала берді. Сандықты ақтарып, бар жақсысын үстіне киіп алып жолға шықты. Өмірде мұң қоржынын көп арқалаған ана ең соңғы мұңын жүрегінен сылып тастамаққа тәуекелге тағы да бір бел байлады. Гүлсімнің әкесімен тілдеспекке қол ұстасқан қос өксіктің сағын сындырмайық деп айтуға әйел басымен аттанды. Бәлкім жолы болар. Өйткені Әсемгүл арман мен мұңның қоржынын екі иығына кезек артқан ана жер бетінде екеу болса, біреу болса, соның өзі.